Құрметті көрермендер, құрметті оқырмандар, бүгін біздің бизнес уақыты бағдарламасы өзінің жалғасын тауып жатыр. Атамекен кәсіпкерлер палатасымен біріккен осындай бағдарлама бүгінгі таңда бизнеске арналған, бизнестің қиыншылығы мен жақсылық жағына бүгінгі таңда мемлекеттік қызметтен мемлекеттің тарапынан қандай көмек болып жатқанын барлығын осы біздің бағдарламадан біліп отыратын боласыздар. Біздің студиямызда кезекті осындай керемет өзіміздің спикеріміз, бүгінгі таңда Урзия Серікқызы. Қош келдіңіз студиямызға. 7-7 арнасында осындай бизнес уақыты бағдарламасында өзіңіздің бизнесіңіз туралы, өзіңіз жайлы біздің көрермендерге айтып кететін боласыз бүгін. Енді Урзия ханым, өзіңіздің бүгінгі таңда білім орталығыңыз бар, иә? Осы білім орталықты қай уақыттан бері бастадыңыз және неге дәл осы саланы таңдадыңыз бизнесті дөңгелетіп жүргізу үшін? Саламатсыздар ма? Бұл саланы таңдау үшін менде мұның алдында көптеген оқиғалар болды. Мен 2008 жылы мынау қазіргі отырар Қазақ Араб университетін бітіргеннен кейін жолдасымен Таразда тұрғандықтан Тараз қаласына тұрдық, уақытша баламен үйде отырдым. 2017 жылы ең бірінші мен абысындарым маған қолқа салды. Қайныларыма Нүкетай мен Димашқа ең алғашқы ағылшын тілінде сабақ бере бастағаным сол. Содан мен өзімнің мамандығым ағылшын араб тілі ғой. Содан сабаққа деген ары қарап үйде отырам ба деген, енді күйеуімнің ұсынысы бойынша үйде отыруым керек еді. Күйеуім былай айтқанда қызғаншақтау болды. Оны жасыруды қажеті жоқ қой. Бірақ абысындарым қолқа салған екен, рұқсат берді. Содан бастап кеттік қой. Содан ең бірінші қайдарымы бастадым. Өзіңіз жаңа мынау араб ағылшын тілін оқығам дедіңіз, соны бітіргем дедіңіз. Неге ағылшын мен араб тілін таңдадыңыз? Өзіңіз кәдімгі тілге икеміңіз болып сөйтіп оқыдыңыз ба? Менде бірінші мақсат мектепте оқып жүргенде ағылшын тілінде керемет оқиды екен деп ойлайтынмын. Апайлар бес қойып берсеші. Оқуға түскен жылы мен араб тілін таңдаған едім. Негізінде араб тілін таңдаған уақытында тестті ағылшын тілі болып кетті. Ағылшын тілімен өзімнің нағашы әпкем бар, Айгүл деген, сол кісі дайындады тестке. Сонымен оқуға түскеннен кейін мен енді жақсының жақсылығын айтты дейді ғой. Феруза деген жақсы мұғалім жолықты. Ол кісі маған айтты, егер сен шетел тілін білгің келсе, алдымен өзіңнің ана тілінің грамматикасын білу керексің деді. Мен ол кезде басында мән берген жоқпын. Қарап тұрсаң, действительно шетел тілін өзіңнің ана тілінің грамматикасын білмесең, онда үйрене алмайды екенсің. Қайтадан кітапханаға барып, морфология синтаксис деген кітапты алып, қайтадан әріптерді жаттады. Дауыстар, дауыссыз әріп дегендердің бәрін, ереженің бәрін, солардың бәрін жаттау арқылы, одан кейін барып мен шетел тілін түсіне бастадым. Шетел тілін түсіне бастап. Сонда сіз 4 жыл оқыдыңыз ғой, иә? Осы араб, ағылшын 5 жыл оқыдыңыз. Екі тілді бірдей алып жүруге қиын болған жоқ па? Ол дегеніміз бәрібір тілге де қиын емес пе екен? Соны түсіндіріп кетіңіздерші. Мектепте өзім 6-шы класстан бастап ағылшын тілін оқыдым. 11-ші сыныпта бізде бірінші қоңырау күні мектепке нелер келді, мамандар келді, что мешітте араб тілді маманы оқимын дегендерге еріктілер шақырып жатырмыз деді. Үйден барып әке-шемнен рұқсат сұраған уақытында әке-шем рұқсат берді. Қасымдағы класстастарым бар, ауылдастарыммен бірге барып, сол жерде ең бірінші араб тілін үйрене бастадым. Әріптерін үйрене бастадым. Содан оқуға түскен уақытта маған тест тапсырғанда оңай түсті ол. Өйткені 1 жылдық подготовкамен барғаннан кейін маған оңай түсті. Бірақ в основном мен оқуға түскен уақытта ең несі ағылшын тіл жағынан көбі үйретті бізде сабақтарды. Ағылшын тілі өйткені бүгінгі таңда көп қолданатын, халықаралық деңгейде көп талап ететін ағылшын тілін білу керек деп. Сұранысқа да ең көп ағылшын тілі болғандықтан, қазіргі мен араб тілден бұрынғыдай сөйлесетін адамдар болмағандықтан тіл жоғалады, білем, араб тілін білем, физбен форматта білем қазір. Бұрынғыдай менде қазір практика жоқ. Қазір сіздің жасыңыз қаншада? 45-тен қазір. 45-тесіз, иә? Жақсы. Енді өзіңіз тіл білу әрине ол керемет. Бір емес, 2 тіл, қазақ тілімен 4 тіл, орыс тілін білесіз, өзбек тілін, сонымен 5 тіл. Сіз кәдімгідей полиглотсыз бүгінгі таңда, иә, тілдер білетін. Жақсы. Енді
осы бизнесті бастардың алдында қандай жолдан өттіңіз? Бизнестің идеясы қайдан келді сізге? 2017 жылы отбасылық жағдайға байланысты қазіргі Төле би ауданы Ленгір қаласына көшіп келдік. Ол кезде көшіп келген уақытта жұмыс таңдауға уақыт жоқ, бала шағаны асырауымыз керек. Акиматта Қуаныш деген жаңағы мырзаға алғысын білдіргім келеді. Сосын жаңағы жұмыспен қамтуда Дулат мырзаға, оның командасына, солардың жаңағы себепкерімен жұмыспен қамту арқылы акиматқа жұмысқа кірдім. Жұмысқа кіргенде кәдімгі көше тазалаушы болып кірдім. Қоқыс теретін. Көше тазалаушы болып кірдіңіз. Басында содан сонымен кірдім. Бір аптада қоқыс тазаладым. Бір аптадан кейін жаңағы жұмыс мынаған екен, гүлге ауыстырып жіберді. Сіздің бір апталық қоқыс тазалау жұмысыңыз ұнағаннан кейін, енді сіз бір көтерілдіңіз ғой деген сөз, гүлге ауыстырды. Гүлге, командамен гүлге ауысып кеттік. Қасында жаңағы Мархабат деген досым бар. Гүлді жаңағы кішкене разбираться етесің, жаңағы командамен жұмыс істей аласың деген жаңағы. Мүмкін бір апта бақылаған шығар енді. Сондай жағдай болған болар. Гүлге ауысқанда кәдімгі осы көшеде ең алғаш роза гүлдерді ектік. Гүлдерді ектік. Гүлдерді ектік. Сол кезде мынау Сарағаштың несі бізге әкім болып келген жаңадан. Сол гүлдерге ауыстық. Сол жерде жаңағы сіздің кішкене жаңағы не дейді, ораторлық деймін, жаңағы басшылыққа сәл кішкене жақындау екенсіз адамды ұйымдастырғанға деп. Сөйқ ауыстырды мені. Сөйтіп ауыстырды. Енді сыртынан бақылаған болар. Мен ешқандай намыстанған жоқпын. Қоқыс та тердім, гүлді де жаңағы ектік. Қандай керемет. Құрметті біздің көрермендерге көріп тұрсыздар ғой да, өздеріңіз бүгінгі біздің студияда кәдімгідей тірі дәлел дейді ғой, өзі өмірден шыққан дәлел. Ана біз қазір шетелдік кітаптарды, видеоларды оқып, неше түрлі жаңағы миллиардерлер кезінде осындай қоқыс тазалау, бөлме тазалау деген сияқты сондайдан бастап миллиардтаған ақша тауып, сөйтіп керемет болып кеткен деп жатады. Шынайы біздің Қазақстанда да міне өзіміз көріп отырмыз. Үрзия ханымның өзі кезінде өстіп бастап, сөйтіп қалай ары қарай жолыңыз? Бұның бәрі мен әке-шешем тәрбиесі деп ойлаймын. Өйткені әке-шешем біз үйде отбасында көп жанбыз. Қыздар үлкен болды, балдарымыз кішкентай 7 қыз 2 бала болғандықтан еркектің жұмысына да салды, әйелдің жұмысына, жаңағы қыз баланың жұмысына да салды. Барлық жұмыс. Құрылысты да істедік. Әкеміз азында кетіп бара жатқан уақытында осынша қыш құйып қоясыңдар дейді. Осы жерді тазалап қоясыңдар дейді, мал қораны тазалап қоясыңдар, соның бәрін істедім. Солардың несі тәрбиесі деп ойлаймын. Әке-шешеме бірінші алғысым соларға, енді Алланың маған пешенемен берген әке-шешем ғой. Солардың несімен ешқандай жаңағы жұмыстан арланбайтын болдық. Кез келген жұмысқа тауып кете беретін болдық. Содан сол гүлде істеп жүрген жаңағы таныстарым енді класстастарымның жаңағы біледі ғой, мен ағылшын тілінде оқығанмын. Ата-аналар жолығып қалды. Сен бұл жерге келіп қалыпсың ғой Ленгірге. Менің жаңағы балдарыма сабақ берші деп үйлеріне барып сабақ беретін болдым. Күндіз жағы неде істейіп, кешке қарай үйлеріне барам. Сізді ағылшын, араб тілін бітіргенін білет, өздері сұраныс жасады. Келіп, осындай оқытып кетіңіз деп. Ең бірінші жағы менің Ленгірдегі шәкіртім Нұрай деген қыз. Қазір Жансай апай естіп тұрған шығар, қалайсыз? Жансай апай, саламатсыз ба? Сол Нұрайға барып бердім ағылшын тілінен. Одан кейін 2019 жылы отбасымызда жаңағы полны жаңағы көмірден ұгар алдық. Біз ол кезде пожарный жақта тұратын едік. Көмірден ұгар алдық та аяқ астынан жаңағы біз тұрған үй жабылып қалды. Мүлдем жарамсыз деп отбасымен неған екен. Акиматтың несімен, қолдауымен жаңағы бірінші микрорайонға Мөлтек ауданына сол жерге 3 бөлмелі ғимаратқа 3 айлық несін төлеп берді. Сол жерде тұрдық. Сол жерде менің бизнесім басталған уақытысы деп қояйын. Оны қазір тұра тұрыңыз аға. Жаңағыдай жаңа өзіңіз угар алдық деп отырсыздар ғой отбасыңызбен. Ол қалай жағдай, қандай жағдай болды, не үшін өйтті? Ол кезде мынау Ленгір қаласының Төле би ауданының орталығында 2 этажды пожарный үйлер бар. Баяғыда жапондар салып кеткен үйлер бар. Ескі үйлер. Ескі үйлер. Сонда түнде көмір салған уақытында мынау құбыр дейді ғой. Құбырдың ішіне кірпіш құлап кеткен екен эксперттер тексеру бойынша. Сол кірпіш құлағаннан жаңағы түтін ішке қарап ұрғанда, содан отбасымызбен угар алдық. Отбасымызбен болғанда қанша адам отбасында? 6 жанбыз ғой, 6-7 жанбыз. 7 жансыз, сол барлықтарыңыз угар алдыңыздар, бірақ аман есен қалдыңыздар. Аман есен қалдық. Жылдам жаңағы нелердің несімен, жәрдемімен, менің басым қатты ауырғандықтан мен неге скорыйға звондағам, басым ауырып жатыр деп, сол
шамамен 5-6 шамасында. Түнгі 5-6. Таңғы 5-6 Таңғы 5-6, шамасында. бірақ білмейсіздер угар Угар болып болып жатқан білген жоқпын. Есікті ашқан уақытында сразу түтін тұрғаннан олар ескі жаңағы МЧС шақырды. Сөйтіп ауруханадан бірақ шықтық. Алла сақтап қапты ғой. Иә, содан жаңағы эксперттердің тексеруіне қарай біздің жаңағы тұрып жатқан үйіміз жарамсыз болып табылды. Сөйтіп сіздерге әкімшілік басқа тұратын жерлерде бірінші мөлтек ауданынан басқа ғимарат берді. Уақытша жалдауға жаңағы 3 айлық несін төлеп берді. Енді осы жерде менің жаңағы оқу орталығының басталу жолы осы жерде басталады. Мынау қиыншылықтан кейін бір әйтеуір жақсылық болады дейді ғой. Соның арқасында сөйтіп қалай бастадыңыз? Сол ғимарат жаңағы бізге жалға алып жатқан 3 бөлмелі жаңағы егесі ұлбосын деген апай. Ол кісі өзі бизнесмен апай. Өзінің ғимараты бар, жаңағы магазині бар. Бір күні маған ұсыныс айтты. Сенің 2 дипломың бар. Мынада көшеде жүрген жарамайды сенің. Мен де осындай 8 жыл базарда істегенмін. Арасында базарда да істейтін мен жаңағы. Крем сататын, не қылатын. Мына ғимаратты мен көктемде салам. Маған кел деді. Өзі ұсыныс жасады. Мен басында оны қабыл алған жоқпын. Сөйтіп ғимаратын 2 айдың ішінде көтерді де бір күні келіп, енді өзінің әке-шешем өйтіп ұрысқан емес, қатты ұрысты. Енді қатты ұрысқанда жанға бататындай ұрысты. Еңкілдеп жылаймын. Ол күні маған бүйтіп ұрысатын деп. Сөйтіп қарап тұрсам, ол кісінің сөзінде жан бар екен. Біліп тұр ғой, сізді сезіп тұр. Жаңағыдай бір қолыңыздан келеді екен, бірақ соны неге істемеске, кішкене бір батылдық, сондай бір айтады ғой, ана бір өмірлік ұстаздар болады. Сол сияқты Алла тағала сізге сондай өмірлік бір ұстаз жіберген ғой. Себепкер болып тұрмыз ғой, бір-бірімізге себепкер болып тұрмыз. Ол кісінің менен алар, мен ол кісіге берер жаңағы нем болып тұрды. Жақсы. Мәселен деді, көп балалы анасың, жағдайын бәрін білемін. Осындай жаңағы состояниеден шыққан, ұғараған бәрін білемін. Мен сен ешқандай ақша алмаймын. 3 ай тегін тұр деді. Ғимаратқа тегін тұр деді. Мынау оқушылардың жинағанға деді. Сөйтіп оған дейін мен жаңағы Нұрайдан бөлек тағы да басқа оқушылар келіп жатқан үйге. Жаңағы квартирама солардың бәрін жинадым да, жаңағы базардағы жаңағы какыр-шүкір дейді ғой. Жаңағы маташыттардың бәрін алып келдім, сатып жүрген. Осындай бір 16 квадрат метр. Енді берді. Сол күні ең алғашқы жаңағы кредит алған күнім деп қойында. Ксерокс аппарат ал деді. Ксерокс істейсің, сонымен жаңағы ары қарай алып кетесің деді. Ксерокс аппарат алдым. 77 мың теңгеге, 7,5 мың теңгеден төледім. Бірінші алғашқы алған жаңағы кредитім. Жаңағы кәсіпке деп көзі тасшым. Соны бастадым. Жаңағы аппаратқа жаңағы нелерді жаздым. Жарнамалар жабыстырам. Оның арасында жаңағы реставрациям бар дегенде, шешемнен қалған өнер ғой ол. Шешеміз жаңағы өзіміз тігінші ғой қазіргі пенсиядағы адам ғой. Бұлай тыңдап тұрсам, қалайсыз оның бәрін үлгергенсіз? Енді шешеміз үйде тігін тікенге қарап үйренеміз ғой. Сонымен жаңағы шалбар кесем, жаңағы балақ кесем, жаңағы арасында сөйтіп оқушылар көбейгенде тігінші, базарда сатушы, білім беруші, гүл егуші, қоқысты жинаушы, плюс еще көп балалы ана, күйеуіңізбен. Көп балалы ана болған қанша балаңыз бар? Енді қазақта бәрін ашық айтпайды ғой, 5-6 баламыз бар. Жақсы, аман болсын, 5-6 балаңыз бар, жақсы, керемет. Сомен кәдімгідей жаңағы кәсіпті бастағанға тоқтайықшы, жаңағы орталықты сол жерден көмегімен, жаңағы өзіңіз айтқан кісінің сол жерден ксероксты алып, кредитке 77 мың теңгеге, жақсы, сөйтіп соны бастадым. Бірінші қанша бала жинадыңыз? Қай жастан қай жасқа дейін? Так, Нұрай менде өзі 5-ші класс оқиды. Одан кейінгі 2-ші класс пен 4-ші класстың оқушысы. 3 бала. Оларды жаңа бір ортаға жинағаннан кейін жайлап келе берді ғой. Ең жасы менде 6 жасар оқушы болды. Бір-бірінен естіп, ол кезде бұндай реклама жоқ, Инстаграм жоқ, сарафанный радиомен келе бастады. Келе бастады. Содан келе бастаған кейін жайлап жүр жаңа какыр-шүкірін тастай бердім, жаңа тігіншілігін тастай бердім. Сөйтіп бұдайға ауыстым. Сонда қанша алдыңыз бір балаға оқыту үшін? Сағатына алдыңыз ба? Сағатына 500 теңге. Сағатына 500 теңге алдыңыз. Сағатына 500 теңге. Сол кезде өзіңіздің жаңағы сол 500 теңгелік оқытуыңыз кредитті 7 мың теңгеден жауып отырдым дедіңіз ғой. Соған жетіп тұрды ма? Жетті. Өйткені ол кезде мен аренда төлеген жоқпын ғой. Жетті.
оған да Жақсы. жетті, бала шағаның несіне де жетті. Сөйтіп мынау атамекен палатасы арқылы бизнес бастау бағдарламасын жаңа біздер Ұлбосын апай оқыған. Сол кісі маған ұсыныс жасады. Сен де соны оқып ал да, мына бизнесің дөңгелет деді. Ақыры сен компьютер керек деп жатсың, жаңағы не керек деп жатсың, соны алмайсың ба деді. Қандай керемет біздің міне көрермендерге атамекен бизнес палатасы бизнес арқылы ең алғаш онлайн оқыған шәкірттердің бірімін. Өйткені маған жаңа Ұлбосын апай себепкер болды. Ол кісі офлайн оқыған да. Офлайн мен онлайн, офлайн деген барып оқу, онлайн деген қашықтан оқу. Иә. Сонда сіз офлайн оқыдыңыз, онлайн оқыдым. онлайн оқыдыңыз, бітірдіңіз, сертификатын алдыңыз. Содан кейін оны қай жерде қандай көмек болды? Бұны оқымай тұрып мен жұмыспен қамтуға бардым мен. Сөйткеннен жұмыспен қамтудағылар айтты, апай деді, сіз деді оқымай ала берсеңіз болады деді, өйткені сіз көп балалы аналар ұстасына жатасыз ғой деді. Сөйтіп не қарайды? Бірақ ол оқу өзіңізге көмектескен шығар. Өзім үшін оқимын дедім. Өйткені мен дедім, білім алуым керек, бизнестің несін қырсынын білім керек дедім. Сөйтіп оқуға түстім, как раз карантин уақытысы. Оқуға түскен уақытында ауырып қалам ковид болып. Ой, аха. Сөйтіп жаңағы Шолпан деген жаңағы бизнес тренеріміз, Астанада ол кісіге звондаймын. Мен үсіп ауырып жатырмын, орнынан тұра алмай жатырмын. 3 күн сабаққа кірмей ақ қойсам балама. Сөйтсем, 3 күн сабаққа кірмесеңіз, базадан шығып кетесіз автоматически дейді. Сосын? Сөйтіп жұмыспен қамтуға барам. Жұмыспен қамтумен аны неғып қалғанмын ғой мен оларға жаңағы. Мен оқымасам болмайды деп направление алғанмын ғой. Олар дейді, апай, сертификат әкелмесеңіз, біз жібере алмаймыз сіз дейді. Сөйтіп үйге келіп, ол кезде парацетамол жоқ білесіздер. Бәрін тапшыру уақытысында кәдімгі кесеге пиязды құрам, турап салам, жаңағы бұрышпен ашық бұрышпен қара бұрышты араластырып, ыстықты ішім жаңағы. Амал жоқ. Түнде жаңағы 2-3-те отырып оқыдым сабақтарын. Сөйтіп жаңағы 14 күнде бітірдім. Қандай молодец, қандай керемет. Қанша қиын болса да, осы жолда өзіңізге мақсат қойғаннан кейін соны орындауға тырыстыңыз. Ауыртпасаңыз да, қанша қиын болып жатса да, міне біздің батыл әйел азаматтар осындай болады. Жақсы, сосын оқып бітірдіңіз, сосын мансап орталығына бардыңыз, Ояққа барып тапсырдым, одан кейін тапсырғаннан кейін одан бөлек ништан онлайн сабақ беруді оқып алдым. Сіз тегі қалай оның бәрін үлгеріп жатсыз, мен таң қалып тұрмын. Одан кейін оқыды ғой. Бірін артынан кейін бірін оқи бердіңіз. Иә, карантин уақытысы болғандықтан енді барлық жұмыстар жабылып қалды ғой. Олардың барлығы кәдімгідей тегін, ақысыз оқыдыңыз. Соны өзіңіз іздеп интернеттен тауып сөйтіп оқи бердіңіз. Мұғалімдерден сілтемелер ақын келеді, сол арқылы оқыдым. Одан кейін акимат 42 000 теңге беріліп жатты ғой бәріне. Иә. Маған берілген жоқ. Неге? Неге берілмейді десем, өйткені сіз көп баланың жаңағы ақшасын алып отырсыз деді. Сосын акиматқа бардым да, акиматқа жаңағы сол жердегі мамандарға айттым, маған болмаса 42 000 теңге беріңіздер, болмаса маған жаңағы кабинетін ашып рұқсат беріңіздер. Мен 6 оқушыдан артық алмаймын. Арасында жаңағы қашықтықты сақтаймын деп сөйтіп не қылдым. Сол жерден рұқсат берді маған. Рұқсат бергеннен кейін әлі күнге шейін сол менде группада 6 оқушыдан артық болмайды, офлайнда. Өзіңіз кәдімгідей 1,5 метрмен отырғызып, 1 метрмен сөйтіп не қылдыңыз. Сонда ата-аналар қорыққан жоқ па балаларын жіберуге? Жоқ, маскамен кәдімгідей алып келді, өзінің сағаттарымен 6 оқушыдан. Мені көп табыс тапқан уақытым сол уақыт деп қояйын да. Жақсы, керемет. Енді оқыту әдісіне көшсек. Енді негізінде қазір білім беру орталықтары өте көп қой, былай қарап тұрсаңыз, Оны сіз өзіңіздің ерекшелігіңіз неде? Балдар мәселен келген кезде қай уақытта жобалап шет тілін меңгеріп кетуге мүмкіншілігі бар? Мүмкіншілік бала өзінің ана тіліндегі пәнді минутына 45 сөз дейді ғой. Бірінші класс 45 сөз, одан кейін жаңағы класстарына қарап. Сол мен оқитын болса, жобалы алып кетеді. Өзінің ана тіліндегі, мысалы қазақ тілі деймін, өзім қазақ тіліндегі әдебиетті оқыған уақытында минутына 45 сөзді қатесіз түсініп оқу керек бала. Түсініп оқыған бала ол басқа тілді алып кетеді. Түсінікті болды. Біздің көрермендерге, бірақ сонда да кішкене ашып айтайық. Мәселен, қалай ол бір-бірімен байланысты? Ол шет тілі, мынау ана тілі. Себебі любой шет тілін үйренгенде де сөздік жаттаймыз. Оқыған уақытта мағынасын түсіну керек. Өзінің ана тіліндегі оқып жатқан нәрсені мағынаны түсінбеген бала ол шет тілді үйрене алмайды ол. Келді маған оқушылар.
6 жасар бала да келді, 10 жасар да келді. Айырмашылықтары мысалы 6 жасар бала келеді, егер ол жаңағы өзінің ана тіліндегі жақ минутына 45 сөз оқып тұрған бала алып кетеді. 10 жасар бала келеді, аламайды. Себебін тексеріп жаңағы минутқа оқыса оқи алмайды. Өйткені ол әріп танымайды. Әріппен буынды қоса алмайды. Сосын мен ата-анаға айтамын, мынада мынандай не бар. Мен бірінші келген уақытында ең алдымен жаңағы мен көру сабағын өтем. Көру сабағы деген ата-ананың көзінше мен оны баладан тесттер аламын. Өзінің дәрежесіне қарай жаңағы минутқа оқытамын. Болмаса бір тақырып беремін, суреттер беремін. Сурет өзінің ұнататын жаңағы түстерін сұраймын, жануарларын сұраймын, соны сипаттауын сұраймын. Баланы қалай сипаттап жатыр оны. Сол сипаттауына қарап мен тұжырымдап айтамын, мына балаңызда мынандай бар. Өйткені бүкіл ол педагогтардың есінде бар ол нәрсе. Сіз сонда жаңағы өзінің ана тілінде оқи алмайтын баланы алмайсыз ба? Бірінші үйреніп келсін дейсіз ба? Әлде сіз қазақшаны үйретесіз? Қазақ тілінде үйретесіз ба сонда? Иә, қазақ тілі, орыс тілі, ағылшын тілі. Орыс тілін, ағылшын тілін үшеуі бірге, бір пәннің ішінде. Просто мен ата-анаға сразу түсіремін, сіздің мына балаңыз бірден нәтижеге жетпейді деп айтамын. Кішкене көбірек уақыт керек болады. Иә, өйткені оған бірінші ана тілге көп уақыт бөлу керек мен оған. Соны түсіндіруім керек, ананы буындарды түсіндіруім керек, одан кейін барып аралап кетеміз. Түсінікті. Буындар жаңа өзіңіз енді айтып келе жатсыз ғой, негізінде ол ағылшын тілінің структура предложения дейді ғой, андай кәдімгідей нені тізіп дұрыс сөйлем құрау үшін кәдімгідей ағылшынның өзінің бір ерекшелігі бар, ағылшын тілінің, иә? Орыс тілінікі жаңағыдай сөйлем құру басқаша болады. Қазақ тілінікі басқаша. Соның барлығын қалай үйлестіріп, қалай үйлестіргенде былай, ағылшын тілінің кейбір ережелері қазақ тіліне сәйкес келеді, кейбір ережелері орыс тіліне сәйкес келеді. Бұл жерде буынға келіп жатқан уақытында өздеріңіз байқасаңыздар, ағылшын тіліндегі сөздер жазылғанда бөлек, оқылғанда бөлек оқылады. Кейбір әріптер бір-біріне кіріп кетеді, кейбір әріптер өзгеріске ұшырап кетеді. Бұның бәрі тікелей буынға байланысты. Бізде сол үшін мен қазақ тілімен жаңа ашық буын, жабық буын деген міндетті түрде өтемін. Дауыстар деген. Өйткені сол буынға келген уақытта, ашық буынға келген уақытта басқа дыбыс береді ағылшын тілдегі әріптер, жабық буынға келгенде басқа дыбыстар береді. Керемет. Міне, маман деген осы, біз көп нәрсені, білмей отқан нәрсені біліп отыр, айтып отыр, керемет. Бүгінгі таңда осы ашылғалы қанша оқытушы оқып кетті сіздерден? Шамамен 500-ге таяу. Оқытушы емес, оқушы. Қанша оқушы оқып кетті? Оқып кеткендер 500-ге таяу. 500-ге таяу, 2019 жылдан бері ма? 2019-дан бастадым ғой мен, массовый басталған уақытымен. 2021 жылы жаңағы атамекен жаңағы бизнес бастаудан жаңағы не алғаннан кейін, грант алғаннан кейін, ол кезде уже массовый менде не қылды. Сіз грант алдыңыз? Грант алдым. Мемлекет тарапынан. Қандай сумма алдыңыз? Ол кезде ең алғаш 584 мың теңге еді. 584 мың. Не алдыңыз сол ақшаға? Компьютер алдым. Ноутбук алдым, телефон алдым, инновациялық, принтер алдым, телефон арқылы басқаратын, өйткені мен оқушыларыма парақтар шығарып беруім керек, кітап шығарып беруім керек, өзім авторлық патенттелген кітабымда. Содан кейін интерактивті тақта аламын деген едім, өкінішке қарай Қазақстанда табылмады, табылмағандықтан мен телевизор алдым. Тоже телевизорды телефоннан басқаратын. Түсінікті. Оны сонан соң қанша айдан кейін келіп тексерді? Біз сіздің қаражатыңызды кәдімгідей сол бизнеске қолданғаныңызды. 3 айдан кейін сіз көрсете алдыңыз. Иә, көрсете алдым мен. Одан кәдімгідей нәтиже бастал мені. Әрине, ол нәтиже. Яғни біздің көрермендерге, оқырмандарға бір лайфхак. Негізінде мемлекеттің тарапынан осы грантты біріншіден ұтып алу ол мүмкін емес. Оның барлығы кәдімгідей коррупция дейді ғой, осындай сол жерде отырған адамдар келіседі, қаражат береді, ақша береді комиссия мүшелеріне деп сондай сөздер бар да. Сіз өзіңіз ұтып алғанда ешқандай қаражатсыз. Ешқандай қаражат берген жоқпын. Біріншісінде құладым, оны несін жасырамын мен. Біріншісінде құладым, екіншісінде сөйтсем ол жерде өзіңнің бизнес идеяң дәлелдеу керек екен ғой. Дәлелдеу керек біріншіден, және бизнес жоспарды жақсылап жазу керек. Иә, жазу керек. Ол жерде мен неған уақытында оқу орталығы екеу ғана тұғын. Екеу ғана оқу орталығы тұғын. Мен дәлелдедім бәрін. Бизнес жобаңызды өзіңіз жаздыңыз әдемілеп. Түсініп, барлық бағасы, бәрі сәйкес келу керек. Комиссия мүшелері сұрақ қойған кезде сіз біліп отыруыңыз керек. Не үшін
бұл қаражат қажет. Не аласыз, және нарықта шынайы компьютердің бағасы сондай ма, принтердің бағасы сондай ма деген сияқты соның барлығын көріп отырады, иә? Иә, оқығанда бәрін үйретеді ғой. Жақсы, керемет. Онлайн оқығанда бәрін полный үйретеді. Бірінші рет құладыңыз, екіншіде өттім. екінші рет өттіңіз. Бірінші рет құлаған кезде қандай сезімде болдыңыз? Ой, бұлардың барлығы ақшамен сатып алынып қойған, сөйткен, биткен дедіңіз ба? Әлде жоқ? Олай неған жоқпын. Өйткені бірінші рет құлағанымды білген уақытта мен өзі әлі комиссия кірген жоқпын. Документім нечайно кетіп қалған екен да. Сол мен бардым да, мен әлі комиссияға кірген жоқпын ғой дедім. Сөйтіп архивтен алдырттым. Қайтадан документімді алып сөйтіп кірдім. Ол жерде бірінші талап керек. Жігер керек, мынандай еркек сияқты мінез керек. Ана жерде өзің дәлелдеу керексің ғой. Сенім керек па? Менің жобам керемет. Бұл жобаға осындай грант лайықты деп. Иә. Ал егер ана жерге бір үндемей тұрсаңыз, ол қаяқтан не алады сізге? Қаяқтан бизнесмен шығасыз? Жақсы, дәлелдеп шықтыңыз, сол жерде әдемілеп ақшаңызды алдыңыз, сөйтіп бизнесіңізді кәдімгідей бір жоғары деңгейге қойып, сөйтіп дөңгелетіп кеттіңіз. Иә, дөңгелеттім. Одан кейін жаңағы келген ата-аналар оқу орталығында неғып уақытта даярлық топ сұрады. Қосымша даярлық топ, математика, сондай мамандар. Өздері қосымша сұрайды. Иә, сұрағаннан кейін жайлап мамандар ала бастадым. Бүгінгі таңда сонда қанша жұмыскер істеп жатырсыздар? Қазіргі таңда мен Түркістанға көшіп кеттім, ол кезде Төле би ауданында 5 жұмыскер болды. 5 жұмыскер өте ұжым өте не болды, Құдайға шүкір. Қазір енді олар өзі жаңағы маман болып отыр қазір. Былай айтқан уақытында. Өздері ары қарай өзінің несін дөңгелетіп. Иә, дөңгелетіп отыр. Үйреніп кетті сізден. Сіз енді Түркістанға көшіп келдіңіз. Түркістанға көшіп келдім. Қашан көшіп келдіңіз? Былтыр 30 мамыр күні көшіп келдім. Қандай себеппен? Қандай себеп болған уақытында менде 2023 жылы аяқ астынан балдарым әкесі қайтыс болды. Дүниеден өтті. Одан жаңағы арасында жаңағы былай айтады ғой, жұт жезе болып келеді дейді ғой. Сөйтеді. Сондай бірінің астынан бірі жаңағы сатқындық болды жаңа жұмысшыларым арасында. Қызым аяқ астынан тұрмысқа шықты. Онысы жаңағы балдарым стресс алды. Стресс алғаннан кейін орнын ауыстыру керек болды. Енді мына бизнесті негізінде бизнесті жүргізу оңай емес қой. Бұл жерде кәдімгідей көп нәрсеге, көп жағдайға тап болады бизнес жүргізіп жатқан адамда. Соның ішінде сатқындық, жаңа өзіңіз айтып отырсыз. Сізде сатқындықтың қандай түрі болды? Кім сатып кетті сізді? Өзімнің жақын тартып жүрген, өзімнің қол астымдағы рабочыларым, жұмысшыларым. Мен бизнес идеямды ұрлап, және оқушыларымды алып кетті басқа неге. Бірақ бизнес идея болғанда осы орталықтың жүргізіп жатқан дәл сондай қылып ашып алды ма өздері? Иә, өздері ашып, жаңағы оқушыларды алып кетті да, ортадан не салып. Бірақ Құдайға шүкір деймін, басқа мамандар маған көп не берді. Айта кетемін, Жанар ханым, Гүлсая ханым, Карима ханым, Бақыт ханымдар менімен бірге бір командада жұмыс істеген жаңағы мамандарым. Адал болып шықты. Адал болып шықты. Мен өйткені осындай қайғылы жағдайда тұрған уақытында мен шыны керек стрессовый жағдайда жүрдім. Әрине, иә. Барлық жерде поддержка берді. Аяқ астына жаңағы ғимаратта тауып берді. Басқа жаққа көшіп кеттік. Сол Төле би ауданында басқа жаңағы микрорайон басқа жаққа көштік. Енді жаңа өзіңізді сатып кеткен адамдар ары қарай жүргізе алды ма? Дөңгелетіп. Әзіргіде ма? Иә. Әзіргі жоқ. Жүргізе алмады ма? Жоқ, жүргізе алмады. Жауып кетті қазір. Жабылып кетті. Қазір жабылып қалды. Ол не себептен деп ойлайсыз? Неге жүргізе алмады? Олар сенімді болды ғой жүргізе алатынына. О жағын білмедім енді. Оны бір Аллаға тапсырам. Бір Аллаға сол сәтте сол негізде ол болу керек болды. Өйткені менің одан бетер шыңдалуыма болу керек болып тұрған нәрсе ғой. Алланың сынағы болып тұрды да. Сол кезде Алланың сынағы деп сіз солай қабылдадыңыз бұл жағдайда? Иә, оқу орталығын жабам ба дегенде ой келді, бірақ мен оқу орталығын әкем атынан ашылғандықтан, оның өзінде жаңағы оқу орталығының жаңағы ИП-ның аты да атамға әсер етеді екен. Ертең мен жауап болып қалсам, әкеме сөз келеді ғой. Сөйтіп өзіңіз солай қабылдадыңыз. Сосын жаңағы қасымдағы командамда мықты болды, Құдайға шүкір. Солардың несімен орын ауыстырдық. Ары қарай бизнесім дөңгелеп кетті, Құдайға шүкір. Аллаға шүкір, жақсы болыпты. Жаңа өзіңіз мен айтайын деген негізінде құрметті көрермендер,
енді көріп тұрсыздар өздеріңіз, бизнесте неше түрлі жағдай болады. Бұл жағдайды жеңе білу, жаңа өзіңіз айтып тұрсыз, өзіңіздің біріншіден әкеңіздің аруағы болып тұр ғой, ол кісі әлде әкем тірі, жаңағы әке-шешемнің батасымен сол батасымен болып тұр. Біріншіден және өзіңіздің қасыңыздағы жақын адамдар сол кезде сізге бәрібір қолдау беріп, көмек беріп, әлі күнге шейін араласамыз олармен, Құдайға шүкір. Енді қазір Түркістанға келдіңіздер. Түркістанға сол 30 мамыр күні көшіп келдік. Бұл көшіп келген себебіміз көп балалы ана ретінде Леңгірден там аламадым ғой мен. Там аламадым. Осы жаңағы бақытты отбасы бағдарламасы басталған уақытында соған жаңағы туысқандар тапсырып көр деді. Тапсырдыңыз ба? Иә, өзімнің жаңағы әке-шешемнің қолдауымен алғашқы жардамын солар құйып берді. Соның несімен Құдайға шүкір конкурстан өтіп, қазір 3 бөлмелі там алдым. Конкурстан өтіп 3 бөлмелі. Сіз енді толығымен кәдімгі осы мемлекеттің барлық көмегін, қолдауын, бағдарламаларын пайдаланып жатқан осындай керемет кәсіпкер бүгінгі біздің студиямызда. Сіз мемлекет тарапынан шынайы бүгінгі таңда осындай көмектесу, қолдау жасау құралдары бар екенін біріншіден тегін пайдалануға болады. Просто жолын табу керексіз. Мынау ақша деп неғандарға сенбеңіздер, прямо банкке келіңіздер, банк менеджерлеріне келіңіздер, атамекен палатасына келіңіздер. Сонда барлық құжаттар, барлығы кәдімгідей дұрыс рәсімделген болған жағдайда қол жеткізуге болады, соған өзіңіз міне дәлелі өзім тікелей Түркістанға келіп тұрдым. Жақсы, енді Түркістаннан 3 бөлмелі алдыңыз, осы жерге бала шағаңызбен көшіп келдіңіз, сөйтіп бүгінгі таңда немен айналысудасыз? Бүгінгі таңда менің сол бұрынғы онлайн оқушылар, Леңгірдегі оқушыларымның барлығы онлайнға өтті. Онлайнға өтті. Сіз болмасаңыз біз басқадан сабақ алмаймыз деп қазір оқушылар онлайн оқып жатыр, Құдайға шүкір. Жақсы, керемет. Именно сол ағылшын, орыс, ол жағы поток бітіріп кетсе олар жағы бауырлар оқып жатыр дегендей, сіңілдер оқып жатыр, мұғалімдер оқып жатыр. Жарыстарға шығып жатырмыз. Құдайға шүкір. Жарыстарға шығып жатырмыз. Ағылшын тілінде мынау спеллинг би деген қазіргі соны осы Қазақстанда негізін қалаушымын мен. Именно жастардың арасында 2021-ден бастап өзіміздің орталықта кішкене оқушылардың арасында жарыс ұйымдастыра бастадық. 2023 жылы Қырғызстаннан шақыртуға қағаз келді. Керемет. Алғаш қорқып бардық, жоқ, нәтиже оңмен болды. Одан несін бар, мен Инстаграм, Фейсбуктарымда көрсеңіздер болады. Одан кейін арғалай бастау алып кетті ғой. Керемет. Қанша оқушыңыз сонда ұтып алды, осындай жаңа конкурсқа қатысып ұтып алғандар бар ма? Оның бәрі санау керек. Оның барлығы кәдімгідей бар. Бас жүлдеміз де бар, халықарақтан алған бірінші орында, екінші орында бар, өтпей қалған оқушылар да бар дегендей, бәрі бірден болмайды ғой. Ата-аналары да риза. Ата-аналары да риза, Құдайға шүкір. Олардың да сауабын. Қырғызстаннан келдік, кешегіне де. Енді оқыту деген негізінде сауапты істеп атады ғой. Өзіңіз бүгінгі таңда ризасыз ба? Осындай сіздің былай қарап тұрсаңыз, дәл осы бағытқа алып келген негізінде тағдырдың өзі, Алла тағаланың өзі болып тұр ғой. Сіз кәдімгідей гүл егушіден күндердің бірінде осындай оқыту жағына барам деп те ойлаған жоқсыз, бірақ солай болды. Енді бүгінгі таңда сол жағынан тағдырыңызға осындай жол таңдағанына ризасыз ба? Ризамын. Өйткені бала шағамда қасымда, қалаған уақытымда жаңағы сабағымды өте беремін. Онлайн сабақтарын кешке өтсе, офлайн сабақтарын күндіз өтемін. Күндіз келетін оқушыларым да бар, Құдайға шүкір. Сабақ алам десеңіздер 3 тілде, 1-ден 0-ден бастап ағылшын, орыс, қазақ тілін 6 жасар баладан бастап онлайн, офлайн. Онлайн, офлайн жаңағы Инстаграм, әлеуметтік желідегі парақшаларыңызды белгілеп қоямыз. Біздің бағдарламаның осындай астына, оны көрермендер көріп әрине іске жазылады. Енді орналасу жеріңіз қай жерде? Орналасым мынау жаңа қалада 11-ші көше, 17-2. Әрі осы басшысымын. Келесі мен алғаш балдар қалай күн көреміз деген еді. Келгеннен кейін осы басшысы болдым. Қазір ода да атқарылып жатқан жұмыстар бар, Құдайға шүкір. Жақсы, керемет. Тікелей акиматпен байланыста істеліп жатқандар бар. Өте жақсы. Енді болашақта өзіңізге қандай жоспар қойып, қандай мақсат қойып отырсыз? Бұдан ары қарай қай жаққа дамимын деп? Болашақта сол өзімнің бастаған бастамама спеллинг би
халықаралық жарыстарға оқушыларды алып шығу. Өйткені кешегі таңда өткен аптада маған Франциядан Милана деген кісі хабарласты, WhatsApp-қа шығып. Турцияда болатын, августте болатын жарысқа шақырту қағазын жіберді. Күшті, керемет. Енді мен анау көп жарыстан кейін қазір кішкене демалсам ба деп жатырмын. Одан кейін мынау Дубайға, Милана Дубайға, француз неміз Дубайға шақырып жатыр. Қырғыздар бізді Турцияға шақырып жатыр ноябрьге. Жақсы, керемет. Енді оның бәрі уақыт несіне қалдырамыз, еншісіне қалдырамыз. Сол кезде көре жатармыз. Әзірге менде сол жобамды арғып дамыту, қазақ жаңағы өзіміздің жаңағы Қазақстанда менде тек қана қазақтар емес, орыстар да оқиды, жаңағы өзбектер де оқиды, әртүрлі ұлттар оқиды менде. Балдар өйткені үш тілді үйренемін деп келіп жатқан. Кешегі жарыстарда жаңағы бірінші орын гран-при алған оқушыларым әлі күнге оқып жатыр, Құдайға шүкір. Қазір жартысы каникулға кетсе жаңада жаңағы мұғалімдер келіп жатыр, жаңағы методикаңызды үйренемін деп оқып жатқан мұғалімдер бар, Құдайға шүкір. Жаңа патент алдым деп тұрсыз. Патент ол өз авторлық кітабым. Ол кітапты қалай бастадым? Мен Ленгада жүрген уақытымда балдарға сабақ өтем, ұмытып қалады да. Бұл жерде қатеден қате кетті деп. Содан кейін 6 үлкен жаңағы ағылшын ғалымдарының кітабын алдым. Қазақстан ағылшын ғалымдарының кітабын алып, солардың бәрін жинақтап, ішінде ең керектілер деген бір кітапқа жинақтап салдым. Кітабын сілтемесін сізге жіберіп қойдым несін бәрін. Әрине. Сонымен бастаған уақытымда кәдімгідей нәтиже байқадым. Ол кітап спеллингіге тікелей байланысты. Спеллинг деген айттым ғой, ағылшын тілдегі сөздерді жазылу бөлек, айтылу бөлек деген. Сол арқылы жаттау арқылы өтеді сабақты. Бала тез, любой жастағы адам ағылшын тілін тез меңгереді. Керемет. Жаңағыны енді патенттау қиын болды ма? Негізінде ол Астанада бір неге тапсырасыз ғой құжаттарды, патент алу үшін. Жоқ, ешқандай Астанаға тапсырмайсыз. Кәдімгі өзінің сайты бар. Бүгінгі таңда бәрі онлайн сайтпен өткізесіз. Өзі юстицияда істейтін мамандар бар өздері. Өзіңіз апарасыз, ешқандай бір тиын алмайды. Соны жаңағы өзіңіздің жаңағы құжатыңыз екенін жаңағы дәлелдеу керексіз. Жаңағы сайтқа қай уақытта шыққан соны салған екен, өзі сайттың өзін тексеріп сосын береді. Керемет, жақсы. Ол жағынан да көрдіңіз ба? Бәрі былай қарап тұрсаңыз, бұл кісінің айтуынша өте жеңіл, оңай бола қалған сияқты болып тұрады. Бірақ оның астында үлкен еңбек. 3 жылдық, 4 жылдық еңбек керек. Оны 3-4 жылдық еңбек керек. Сондықтан да онда түсініңіздер. Ана бара салып мен грант ала салам, бара салып мен патент ала салам, бара салып 3 бөлмелі ала салам деген сияқты жағдайлар болмайды. Өкінішке орай, оның барлығының астында уақыт, еңбек, кәдімгідей адал еңбектің арқасында осылай істеп жүрген дүние. Жақсы, өзіңіздің бала шағаңыз, көп балалы ана дедіңіз ғой енді. Осы Аллаға шүкір жолыңызды қуғанын қалайсыз ба? Осы білім жағына өмірін кәдімгідей білім жағына айтатын болсам, қызым тұрмыста, немерем бар, Құдайға шүкір. Балдардың ішінде тек қана кішкентайым болады. Әрқайсының саласы әртүрлі. Қандай салаға кетті? Біреу пожарныйды оқып жатыр, біреу агрономия, біреу айтишник, біреу жағы математик бухгалтер жағын деп жатыр. Кішкентай қызым ғана сіздің жолыңызды қуамын деп отыр. Енді мен балдарға мынандай деп айтпаймын. Әркім өзінің таңдауы. Өздерінің қалауымен жүрсін деп тұрсыз ғой. Өйткені адамның өзінің қалауын түскен нәрсені бәрі тастап кетеді ол. Өздерінің жолдарын ашты. Өздері таңдады. Бірақ мен басында ұсыныс айттым, өзімнің немді айттым, бірақ өздерінің не болған екен, 2-3 рет айттым. Өздерінің таңдауы болған екен. Қазір өз таңдауларымен мен жолымды кішкентай қызым қуатын шығар. Басқаларын өйткені біреу пожарный, біреу агроном, біреу айтишник, біреу математик. Сол салаларын соларын таңдап жатыр. Қазіргі таңда жаңағы жұмыс істеп жатқандар да бар, Құдайға шүкір. Сонда өздерінің қалауымен өзінің жолын табу керек деп есептейсіз. Өзінің таңдаған мамандығы болмаса, ол бәрі тастап кетеді. Бәрібір тастап кетеді. Сол үшін ата-аналарға айтатыным, балаңыз өзі таңдасын. Өйткені ол өзінің өмірі. Ертең сіздің таңдауыңызбен барған нәрседе ол жерде шаршау болады. Шаршау болады. Өте дұрыс айтасыз. Ал өзінің таңдағанымен ол жаңағы демалады. Мен мысалға мен сабақ берсем, кәдімгідей демаламын мен. Жұмыс істемеген күні ауырып қаламын. Кеше 2 күн жатып ауырып қалдым. Бүгін біздің негізінде студиямызда
осындай тағы да бір бақытты жан десем болады. Өзінің кәдімгідей қалауымен жұмысын жасап жатқан, өзінің қалауымен сүйікті жұмысын жасағандар кәдімгі хобби сияқты хоббимен айналысып жүргендей болады ғой. Соның арқасында еще плюс хоббимен айналысып жүріп, еще ақша табам десеңізші. Жақсы, керемет. Онда о жағын түсіндік. Енді біздің жаңағыдай білім саласы негізінде өте қиын сала. Ол өзіңіз бүйтіп жақсы көріп тұрып, қазір мынандай бір жеңіл болып сөйтіп айтып жатсыз ғой, бірақ шынайы білім саласы біріншіден өте қиын, екіншіден өте жауапкершілігі мол сала ғой. Өйткені енді бала шағамен жұмыс істегеннен кейін ертеңгі күні олардың өмірге деген көзқарасының қалыптасуы деген сияқты ұстаз ретінде сізге көп нәрсе байланысты болады. Енді бүгінгі таңда ондай қатты қиналып, кәдімгідей бір қиын тәрбиеге көнбейтін бала болды ма? Ондайлар болды. Болды ма? Қызықтыру керек оларды. Мен пәнге логика қосып қойғам. Логика? Иә, логика. Логика ойындар қосып қойғам. 5 минуттық уақыттарына. Бала арасында жаңағы сергу керек. Сергу керек. Иә, сергу керек. Шаршап тұрған уақытта үйде отбасында әртүрлі жағдай болады ғой. Мысалы, кейбір ұйқысынан тұрмай келеді, болса әке-шешесімен ұрысып келеді, болса жаңағы бауырымен ұрысып келеді, қырсықтық болады. Сол уақытта мен жаңағы фишканы шашып жіберемін. Фишка деген жаңағы ойынды. Сұрақ қоямын, болса ойын жаңағы өзім жаңағы арнайы ойындар бар, сондай уақытта бала кәдімгідей сергіп қалады. Сергігеннен уже болды ма, болды, кеттік сабақты бастаймыз. Түсінікті. Өзіңіздің бір сондай нелеріңіз бар, методикам бар бұл балдарға. Ал енді мұғалімдерге, енді ол мұғалімдер өздерінің десін, ол құпия деп қоймайын да. Жақсы. Ал бір өте дарынды балдар, осы тілге дарынды болып тұрған полиглоттар дейді ғой, өздері бір кішкентай тумасынан сондай балдар болды ма? Болды. Қазір шетелде, Құдайға шүкір. Назарбаев бітіріп жатқанда, қазір бітіріп кетті ау деймін, по-моему. Енді Али деген бала болды. Енді ағып тұрғаны. Келген уақытында бір сабақтың ішінде басқалардың меңгерген 5 сабақты меңгерген нәрсе бір сабақтың ішінде меңгерді. Ондай балдармен сіздер байқап қойып сөйтіп бөлек басқа жаңағы индивидуальный дейді ғой, бір жеке жұмыс жүргізесіздер ма? Жеке өйткені олардың деңгейі жоғары болып тұрғанмен ешқандай пайдасы болмай қалады ғой, мынандай общий группада жүргізген сабақта. Баланы жеке өтем, әріптер ережесінде жеке өтем. Одан кейін барып группаға қосам. Группаға қосқан уақытта деңгейіне қарап қосам. Егер мына деңгейден өсіп барса, мен оны шығарып аламын, басқа деңгейге қосам. Өйткені мен мына баланы ұстап тұра алмаймын. Себебі ол мынау алда келатқан бала, мына баламен отырған уақытта білімге деген қызығушылық тоқтап қалады. Жақсы, керемет. Мына негізінде қазір шетелге шыны керек көп жастар ұмтылып жатыр ғой. Оқуға да барып, сол жерден оқуға, жұмыс істеуге де сол жерден жұмыс істеп, ертең күні енді өкінішке орай ондай жағдай бар. Көп жастарымыз шетелге барып, сол жерде қалып жұмыс бабымен де жұмыс, ары қарай тұрмыс құрып кеткендер де енді өте көп шетелдіктермен. Бүгінгі таңда осы болашақ бағдарламасы, тағы да көп деген неше түрлі бағыттар бар ғой. Өзіңіз соған қалай қарайсыз? Негізінде дұрыс па сол? Әрине дұрыс. Өйткені білім алмасу керек қой. Өйткені шетелдегі білімдерді бізге әкелетін жастар ғой. Инновацияны әкелетін жастар ғой. Жастар, иә. Жастар әкеледі. Біз уже алдыңғы неде кетіп баратқан, шепте кетіп баратқан адамдармыз ғой. Бізден кейінгі жастар Қазақстанды дамыту керекпіз ғой. Одан қорқудың қажеті жоқ. Қорқудың қажеті жоқ. Шетелге барып оқып келген, өзіңіз былай практикаңызда осындай шетелден барып оқып келген неме болмаса, сіз оқытқаннан кейін сондай неге бір бағдарламамен алмасуға кетіп қалған балдар болды ма? Қазір Колорадо штатында. Америкада Колорадо штатында қазір. Бар, иә, Колорадо штатында. Олмен сіз хабарласып, сөйтіп тұрасыз ба? Иә, анда-санда хабарласып тұрамыз. Қазір жұмысқа кірді ол кісі. Ер бала ғой енді. Жақсы, керемет. Нәтиже бар, Құдайға шүкір. Түсінікті. Енді Урзия ханым, өкінішке орай біздің уақытымыз шектеулі. Бүгінгі бағдарламада шынымен енді көп қызықты, өте пайдалы ақпарат айттыңыз. Мен шынайы таңғалып отырмын. Анау бір әйел азаматтың бойында соншалықты күштің барын, біріншіден жаңағы кәдімгідей
төменнен бастап өзіңіз қарапайым жұмыстан бастап, қара жұмыстан бастап бүгінгі таңда осындай білім саласының жоғары деңгейіне, шыңдарына жетіп, бүгін әкімшілікпен жұмыс істеп жатқаныңызға, өзіңіздің патенттелген кәдімгідей әдістемелік кітабыңыз барына, қаншама шәкірттеріңіз бар, шетелде де бүгінгі таңда жобам бар, біздің несін Қазақстанның туын көтеріп жүрген, әрине сіздің үлесіңіз өте зор. Көп балалы ана деген ол мүлдем бөлек, керемет дәреже саты, оған да жетіп атқан, жетпей атқандары бар. Сондықтан да осы бала шағаңыздың қызығын көріп, бүгінгі таңда осы жасап атқан тірлігіңіздің берекесін көріп, соның әйтеуір қуанып, мақтанып жүре беруіңізге біз тілектеспіз. Біздің көрермендер, бүгінгі таңда оқырмандар, әлеуметтік желідегі YouTube каналдағы, солардың барлығы үшін осы бағдарлама аяқталардың алдында қандай өзіңіздің тарапыңыздан бір кеңес, білім саласымен айналысам, бірақ қорқам, жүргізе аламын ба, жүргізе алмаймын ба, қандай қиыншылық болады, қалай болады, оны мен өзімнің білімім жете ма біреуді оқытуға деген сияқты енді көптеген неше түрлі сұрақтар туындайды ғой. Біріншіден, диплом, жоғары білім дипломы қазақтарға, қазақтың әсіресе жастарына керек па, керек емес па дүние, сол туралы айтып кетсеңіз, және өзіңіздің кеңесіңіз. Білім деген жалпы керек па адамға осы өмірде, кәсіпті жүргізу үшін болсын, басқа да бағыттарда жұмыс атқару үшін осы білімнің, соның ішінде жоғары дипломның, жоғары білім дипломның қажеттілігі бар ма, жоқ? Білім керек, қай жаста болсаңыз да білім керек. Өйткені менің өзімнің жаңағы немнен бөлек логопедиям да бар. Қосымша білім, оны қандай білім алсаңыз да оның несі бар, пайдасы бар. Ол жерде қалмайды. Тек қана сүйікті істеріңізбен айналысыңыздар. Сонымен білім алыңыздар, соны жандандырыңыздар. Ешқандай даже мынау қазіргі заманда мысалы қоқыстың өзін пайдаға асырып жатқандар бар. Әрине. Қоқыстың өзін пайдаға, ешқандай намыстанудың қажеті жоқ. Маңдай тер, таза еңбек. Намыстанудың қажеті. Менің өзім мысалға мен оқу орталығын ашқанның өзінде жаңағы неде әлі патент ИП-ға тіркеген жоқпын. Соның өзінде мысалы акиматта жұмыс істеп жүрдім. Азанда барып баламмен бірге мұсыр теретім да, үйге келіп жуынып, одан кейін жаңағы қайтадан жұмысыма баратын түк болмағандай. Керемет. Намыстанудың қажеті жоқ. Жоғары білім керек, әрқашанда оқу керек, ол ертелі кеш сүйікті іспен айналыссаңыздар, сол бағытта білім алсаңыздар, ол ертелі кеш өзінің нәтижесін береді. Жақсы, рахмет Үрзия ханым. Ал құрметті көрермендер, бүгін біздің бизнес уақыты бағдарламасы өзінің аяғына келді. Енді келесі әрине бағдарламаларымыз өте көп, алда келе жатқан спикерлеріміз қызық, көп деген неше түрлі бизнес бағытында бүгінгі таңда Қазақстанда, Қазақстанның 4 оңтүстік өңірлерінде, Қызылорда, Түркістан, Тараз, Шымкент қалаларында жұмыс істеп жатқан спикерлеріміз осы бизнес уақыты бағдарламасына шақыртылып, сіздерге деген үлгі болу үшін осы жерде біз сұхбат құрамыз. Сондықтан да біздің бағдарламамызбен болыңыздар, 7-7 арнасында бізді көріңіздер. Ал бүгінше сау саламатты болыңыздар дегім келеді.